Зейнетақының рахатын көре алмайтын болдық. 35 жылын күштік құрылымға арнаған қызметкерлер осылай деп саладағы былықты жайып салды. Олар зейнетке шығып түксіз қалған айтады. Берілуі тиіс баспана да жоқ. Нақтыласақ, 2016 жылы сала қызметкерлері зейнетақы жинағының 50%-ын бюджетке қайтаруға қатысты құжатқа қол қойған. Басшылық бұл ақша экспоға жұмсалады деп түсіндірген. Бірақ мұның соңы осылай тақырға отырғызатын білмедік дейді. Гүлсім Байзақова 25 жыл полиция департаментінде қызмет етті. 2016 жылдан бері зейнеттегі майор, бірақ оның еш рахатын көре алмадым. Не жиған тергенім, не баспанам жоқ деп налиды. Біз зейнетке шығатын кезде жаңағы экспоға деп 50% бізден қол қойдырып, бәрімізден 50% пенсиямыздың, зейнетақымыздың жинаған ақшамызды алды үкімет. Сондай не заң шығарып, экспоға қажет деп. Енді қалған жинаған ақшамызды енді пенсияға шыққан кезде аламыз ба деп не қылып едік, оған да қайтадан жаңадан заң шығарды да алмайтын қылып, әзір алуға болмайтын қылып. 98-ден бері істедім ғой органда, 25 жылға дейін. Пәтер жөнінде ешқандай әділдік болған жоқ. Очертіміздің қайда кеткенін білмейміз, әйтеуір ақыры ала алмадым мен. 2016 жылғы 1 қаңтарда бюджет қаражаты есебінен аударылған зейнетақының 50%-ын қайтару туралы өтінішке қол қойғандардың қатарында Зухра Абылғазина да бар. 34 жылын салаға арнап, запастағы полиция подполковнигі болып зейнетке шықты. Бірақ ол да барынан қағылып отыр. Сөзінше басшылық зейнетке шыққанда жинақтың қалған сомасын аласыздар деп қол қоюға көндірген. Алайда 2016 жылы зейнетақыға қатысты заң өзгеріп, қаражатты шешіп алу мүмкін болмай қалды. Нас, получается, скажем так, грубо кинули, потому что... Бізді лақтырып кетті деп айтуға да болады. Енді ешқайсымыз зейнетақы жинағын ала алмаймыз. Тек жалпы зейнет жасына жеткенде, яғни 63 жаста ғана шешуге мүмкіндік бар. Біз петицияда жаздық, бірақ бұл істі біреу-міреу қарайды дегенге күмәніміз бар. Заң бойынша бәрі дұрыс деп көрсетілген. Сондықтан заңгерлер бұл іске келгенде қауқарсыз. Бізді міндеттеді, бірақ соңы немен аяқталатынын сол кезде білмедік. Сөздерінше басшылық ақша экспоға қажет деп түсіндірген. Заңгерлер де бұл жерден шикілік табу қиын деп отыр. Бұл баршаға мәлім, мемлекеттік қызметкерлердің көп жағдайда 50%-ын, яғни әсіресе мына құқық қорғау органдарының жаңағы экспоға көмек ретінде жіберілді. Қазір жекелеген азамат өзі сотқа жүгінетін болса, олар сотта ұтылып қалады. Біріншіден, бұнда яғни сотқа беру мерзімі өтіп кетті, яғни 5 жыл уақыт өтті. Сол себептен бұл мәселені мемлекеттік деңгейде яғни қарастыру қажет. Күштік құрылым қызметкерлеріне еркіндік берілмейді, бұйрық түсті қол қоюға жет деп мәжбүрлейтіні жасырын емес дейді заңгер. Сондай-ақ бұл әңгіме әзірге тек өз араларында айтылса да, мемлекеттік деңгейде көтеру мүмкін болмай отыр. Себебі ешкім жұмысынан айырылғысы келмейді. Атамекен бизнес арнасының редакциясы осы мәселе бойынша ішкі істер және қорғаныс министрлігіне хат жолдады, жауап күтудеміз. Арай Сүгірбай, Ерлан Сарманов, Атамекен бизнес арнасы.